Сауле Бұлахметқызы өзінің атасына арналған конференцияда баяндама жасап отқаннан кейін өте көп рет мына экраннан да көріп отырсыздар, қаншама тарихи фотолар жинап, олардың бәріне аннотация жазып, мына көрмелердің бәрін ана залда мында қойылған Сәуле апай өзі әкеліп қойып отыр бәрін. Өткенде күзде қараша айында ғой, Ташкентте конференция өтіп өткен. Соның бәрін атқарып, осындай үлкен атасы болғандықтан да емес, ол шынында да қазақтың үлкен тұлғасы, Қоңырқожа. Сондай үлкен тұлғаны жарыққа шығарып, соның іздеушісі болып жүрген үшін сізге үлкен рахмет. Жаңа шынында да айтып жатыр, Сұлтанбек Қожанов, Қоңырқожа Қожықпен көп ақылдасып отыр деп. Ол партиялық тарихи құжаттарда да расталады. Мына Сұлтанбек Қожанов Қазақстан, Түркістанда кейін Қазақстанда басшы болған кезде, Сұлтанбек Қожанов білесіздер, 25-ші жылы Нанишвили кеткеннен кейін Қазақстанда ИО дейміз ғой, міндет атқарушы. Бірінші хатшының міндетін атқарушы болып біраз уақыт жұмыс жасады. Сол кезде құжаттарда айтады, жаңағы Сұлтанбек Қожанов Қазақстанда басшы болған кезде учет распред деген партияда орын болған. Анау партия қызметкерлерін есепке алып, таратып, жаңа қызметке тағайындап отыратын. Соның рөлін Қазақстанда жаңа Қоңырқожа Қожықов пен Елдос Омаров атқара бастады деп. Сондай партия құжаттарында есептерде кездеседі. Соның өзі үлкен нәрсе, үлкен мәлімет береді. Мысалға, шынында да Сұлтанбек Қожанов өзінің қызметінде көп мәселеде Қоңырқожа Қожықовпен ақылдасып отырған Түркістан Республикасында. Оның барлығы құр сөз емес, тарихи құжаттарда кездеседі. Жаңа Сәуле апай айтып кетті, Қызылорда деген атауға байланысты. Ақмешіт қаласы да 1925 жылы 15 сәуір күні Қазақ АКСР кеңестерінің 5-ші съезі өтті. Бұл Қазақ АКСР кеңестерінің 5-ші съезі қазақ жерлерінің бір республика құрамына біріккеннен кейін өткен съез еді. Сондықтан да бұл Ақмешітте өткен съезге үлкен мән берілді. Бүкіл бұрын Түркістан генерал-губернаторлығына қарап келген Жетісу және Сырдария облыстары Қазақ АКСР-ның құрамына қосылғаннан кейін бәрі бір республика құрамында бүкіл қазақ жиналып, сол жерде съезде бас қосқан кезде Сұлтанбек Қожанов екі мәселеде ұсыныс жасады. Біріншісі жаңа айтқан Ақмешітті Қызылорда деп өзгерту. Екінші ұсынысы біз қырғыз емеспіз, біз қазақпыз, өзіміздің тарихи атауымызды қайтаруымыз керек деген екі ұсыныс айтқан. Екі ұсынысты да 5-ші съездің делегаттары қызу қолдап, ду қол шапалақтап, екі съезде жаңағы қолдау тапқан. Міне сол тарихи оқиғаға биыл 100 жыл толады. Құдай бұйыртса осы сәуір айында біз орталық мемлекеттік архив осы қазақ атауының тарихи атауының, қазақ халқының өзінің тарихи атауының қайтарылғанына 100 жыл және біріккен қазақ жерлерінің бір республика құрамына бірігуіне 100 жыл толуына байланысты бір ғылыми конференция өткізетін боламыз. Соған барлықтарыңызды шақырамыз. Жаңағы қызыл деген сөздің өзінің мағынасы бар. Біз қызыл деген жаңағы красный деп айттық қой, ақтар қызылдар деп. Ол қызылдар үшін сол жағынан оларға жағымды болса, екінші жағынан қызыл деген сөз түркі тілінде, бұл көне түркі тілінде жаңағы алтынмен тиіп. Мысалы бізде қазақта әлі күнге дейін айтады, қыздың көзі қызылда деп. Мына алтын, жақсы сапалы алтындар бұрын қызыл алтын деп айтылатын, иә. Қазіргі сары алтынды біз Түркияның алтынның бағасы арзан, қызыл алтынның бағасы қымбат. Осы тұрғыдан да, сондықтан ол Қызылорда деген негізі Алтын Орда дегенге келіп саяды мағынасы. Сондықтан ол біздің қайраткерлер оны бекерге олай атамаған, шын мәнінде Қызылорда деген біздің ордамыз болсын деген мағынада солай қойылған болатын. Міне сондықтан да осы мәселелерді Сұлтанбек Қожанов айтса, Сұлтанбек Қожановқа сол жаңағы бұл Сұлтанбек Қожанов бұл ұсыныстарды 19 сәуір күні айтқан, 18 сәуір күні кешке, сонда анау кешке бәрі жиналып, ет жеп, боза ішкен. Ол кезде мына Түркістан облысының қазақтары болса біледі, боза салады. Сол жиында осы мәселелерді Қоңырқожа Қожықов айтыпты деген, бірақ ондай тарихи документ көрген жоқпыз, бірақ ел аузында сондай әңгімелер бар. Оны енді шындығы қайсы екенін біз біле бермейміз, бірақ сондай әңгімелер бар екені рас.
осы мәселелерді сіздерге айта кеткім келіп тұр. Енді мына кітаптың тұсаукесер рәсімін жасайық. Енді мына президиумда отырған біздің үлкен ақсақалымыз Хангелді Махмұтұлы өзіңіз шақырайық. Келіңіздер, сосын ұрпақтар келіңіздер, Шолпан апай келіңіз. Мына келіңіздер. Көп ештеңе етпейді. Мына бір кітаптың тұсауын, үш-төртеуіміз бір кітаптың тұсауын үш-төртеуіміз кездіріп рәсімін жасайық. Мына жаққа шықсаңыздар, дұрыс болады. Сосын камераны жаппаймыз. келіп қарап тұрмайық. Мына жаққа тұрып. Бері келіңіз.